Teri tiplерин білу қаншел ахметлі білесіз бе? Себебі сіз өзіңіздің теріңізге hamda жүзіңізге күтім жасаушы затларды дұрыс таңлауыңыз үшін. Солай екен, бүгін сіздерменен тері типлерін көріп шығамыз. Терінің 4 типі болады: майлы, құрғақ, аралас һәм нормал тері типі. Майлы тері типінде поралары кеңейген, әрқилы таспалар тасуына һәм жүздің майласуына бейім болып келеді. Құрғақ тері типінде болса, атынан көрініп тұрғандай тері құрғақ болады һәм 30-35 жастан кейін майда жирықлар түсуіне бейім болып келеді. Аралас тері типінде болса, бұл жерлерде ешқандай майласулар күзетілмейді, ал Т зоналарда болса, поралары кеңейіп, қара точкалар пайда болуына бейім болып келеді. Нормал тері типінде болса, бет жүзде ешқандай майласулар күзетілмейді, Т зоналарда поралар болады, бірақ ешқандай қара точкалар күзетілмейді. Теріде екі түрлі көрсеткіш болады. Біріншіден, тері тәсіршең болып келуі мүмкін. Яғни теріге қандай да бір кремлер, сыворткалар сүрткен уақытында терінің қызаруына бейім болып келуі мүмкін. Ал екінші болса, тері сусызланған болуы мүмкін. Яғни бұнда тері қабыршақлануларға, яғни шелушениеге бейім болып келеді. Бұл екі көрсеткіш жоғарыда айтып отырген 4 тері типінде де күзетілуі мүмкін. Мысалы үшін, майлы тері типінде де қабыршақланулар күзетілуі мүмкін. Ал бұл дегені сухой тері типіне, яғни құрғақ тері типіне істетілетін крем сывороткаларды майлы тері типіне істетіледі деген сөз емес. Солай екен, теріге күтім жасаушы затларды дұрыс таңлауыңызды маслихат етіп қаламын.